Бәріне сәлем, сіздермен бірге Crystals. You can tell me no, 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 no. Бәрібір бітпейтінмін мен шексіз жол. Көлеңке жанымда сен қалма, ойымды сыналма. Демін ал, терең ал, немен балаға. Ау, біздерде келіп қалды. Ау, істерің енді анық. Түсірілім негізі қатты қиын болды деп айта алмаймын. Бірақ біз деген сондай қызық оқиға болды. Съемкаға барған кезде Қырғызстанда митинг болып жатқан болатын. Біз дәл соның үстіне түстік. Сол себепті максимально тез, максимально көп қалаға шықпай, бір жерде отырып, солай болды бәрі. Далаға тек қажет болмаса, былай қыдырып, таза ауа жұтып негізі шыққан жоқпыз. Бір нәрсе керек болса айттық, мынандай алып келіңдер, бізге мынандай алып келіңдер. 3 күн болды. 3-ақ күн. 3-ақ күн. Ақ емес, 3-ақ күн. Нет, Ари не любит, я люблю, но после этих съемок я начала бояться собак. Ты Да. расскажешь, да? Давайте Да, у расскажем. меня на моей локации, на моей части, то есть у меня была часть с собакой. Собака называется Ротвейлер. Да, Ротвейлер. У меня была... Это пес большой, ему... Огромный. Да, ему... Ну, он в приличном таком возрасте уже был. И когда мы были на съемках, мы были с Ари, первый день присутствовали, клипмейкер, он говорит: Анеля, твою собаку, привезли. Я подбегаю, смотрю, довольна, потому что я вообще люблю собак, животных, и я ужасно испугалась, честно. И я даже не понимала, как я буду с ней сниматься, потому что она большая, и у нас должна была быть, можно сказать, опасная сцена, где она на меня кидается, и довольно на близком расстоянии. Да. Да, и во время съемок мне было ужасно страшно. Дрессировщик сказал: я не даю гарантии, что она на тебя, то есть она тебя не зацепит. Прошло все, как видите, я целая. Рукав, это отдельная тема другая. Жоқ, тек қана хейтерларға емес, өлең негізі бізді осы күнге дейін артқа тартып келген адамдарға арналған. Ол адамдар тек қана хейтерлар емес біз үшін. Негізі артқа тартып келген адамдар дегесін ақ белгілі қандай адамдар екен. Жалпы алдық, өйткені бұнда әрбір қыздың өзінің оқиғасы бар. Егер өлеңнің текстін қарайтын болсаңыздар, оқитын болсаңыздар, түсінуге болады. Яғни әрбіреуіміз сол ішіміздегіні ашып, шығарып жаздық. Бірақ бұл бір конкретный бір адамға емес Иә. деп ойлап қалмаңыздар, конкретный біреуге деп. Мәтінді мен, Ари және Дана жаздық. Рахаттың ойы болды. Иә, шынымен Рахаттың ойы болды. Рахат айтты, қосайық деді, сосын біз деген жарайды, қосайық деп. Бірақ қатты балағатты дегенде ондай қатты балағатты емес, себебі біз записта ол сөзді айтқан жоқпыз. Иә, ол сөзді біздің пип деген дауыспен басып сәтті. Crystals тобының Дит жалпы әннің ең басында не туралы айтып едім, ол жерде әр адам өзінің тәрбиесіне қарай түсінеді, және де қалай естіліп тұр, солай ол является таковым, короче, типа. Просто жай ғана кейбір сөздерді, кейбір бір ойды толық жеткізу үшін басқа сөздерді қолдану керек. Кейбір адамдарға жеткізу үшін кішкене қаттырақ айту керек. Бірақ та өзі жасырып тұрып. Тым ашық деп санамаймын, себебі ол образ. Сахналық образ ол әртүрлі болады. Мүмкін ашық та болады, мүмкін кейбір жерлерде жабық болады. Сол себепті біз дәл бір ашық образға ұстанамыз деп айта алмаймын. Бізге клипқа байланысты қандай образ түседі, сол образға байланысты киінеміз. Алдыңғы жылы апортта біз өнер көрсеткен кезде
көп фанаттар артымыздан жүгіре бастады. Сосын охранниктар бізді бірге былай алып сөйтіп жүгірді да. Сосын бір кезде бір қыз менің артымнан мені қуып, қолында мынандай пышақ болған, канцелярский, и ана менің қолымды кескісі келді. Бірақ сол кезде охранник мені былай алып кетті да. Мені қорғады, қорғап қалды. Ана қыз істей алмай қалып қалды сол жерде. Бірақ мынандай бір конкретно адамды айта алмаймын, міне аты осындай адам бізді жек көреді деп. Әрине, әр топтың, әр заттың өзінің бір хейтерлары болады, сондықтан бізде де бар, жоқ деп айта алмаймын. Және де өлең хейтерлерге арналған менде, жаңа хейтерлеріміз бізді артқа тартқан, жаман сөз айтқан, жай сөйлей беретін адамдарға, және де біздің осы жолда тайынбай қайта көтеріліп, бізді қанша түсірсеңіздер де, қанша тайдырсаңыздар да, бізде иммунитет бар топта. Сондықтан біз ешқашан тайынбаймыз, және де жаңадан туылып, жаңадан алдыға жылжи береміз. Сол біздің тағы да бір түп нүктеміз айтқымыз келген.